Осы ерекше балаңызға жүктілік кезінде жүктілігіңіз қалай өтті? Қай кезде балаңызға диагноз қойылды? Осы туралы айтып өтсеңіз. Инвалидностьқа шығару дегенге ондай қорықтым бір жағынан, сосын әкесі де қарсы болды. Бір балада ерекшелік болса, ол өзі қиын, мысалы сен жерде 2 есе ауыртпалық. Алла әйтеуір берді. Үшінші балам сау, шүкір Аллаға. 2,5 жаста қазір. Сіздің балаңыздың аутизм диагнозын Аспергер түрі екен, иә? Алма деген сөзді элементарный үйрете алмадым. Негізі балаға үйретсем, күнделікті бір нәрсені үйрете берсең, бала қағып алады. Қандай дәрежедегі бала болса да, ол қағып алады. Менде мынандай сұрақ бар, егер бала қабылдамаса ше мамасымен жұмыс жасағанда. Жаңағы руководящий контрольді үйреніп алсаңыз, бала тыңдайды. Менің осы мойындайтыным тек қана осы АБ-терапия. АБ-терапиямен жақсы результаттарды біз көрдік. Сіздерді ерекше бала қай жаққа өзгертті, өмірлеріңіз, көзқарастарыңызды? Жолдасым қатты көмектесті сол кезде. Күнделікті көрсеткен өздерінің аутоагрессия дейміз, соның барлығы сау балаларға әсер етеді. Болған, итеріп жүрген кездері, Аделяны тістеп алған кездері әлде болып тұрады арасында бірі. Бірақ ондай кезде мен басқа бөлмеге алып кетемін бірден. Біз деген даладан өтіп бара жатқанда сондай балаларды көріп қалады ғой. Мен кейде байқамай қалам, бірақ мен қызым түртіп байқаймын, балада аутизм сияқты деп. Басқа балалардың бойынан ерекшелікті көріп тұрмыз мүмкін. Ол жағынан ерекшелік қаншалықты шыншыл? Менің бетімді тіліп тастаса да мен айтуым керекпін. Егер түсінбей баратса мен қоя қалам сол жерде. Ал егер түсініп, жаңағыда өзде байқаса, сондай ата-аналар кездескен кездер болған, сондай ма деп тажандай номерлерін алып, чаттарға қосылып деген сияқты. Армысыздар, құрметті көрермендер, ерекше подкастқа қош келдіңіздер. Мен есімім Халима, мен ерекше баланың анасымын. Алдағы шығарылымдардан хабардар болу отыру үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар жоба серіктестігі Алони брендіне үлкен алғысымызды айтамыз. Алони брендінің аяқ пен денеге арналған массаж кресло матрасына тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтсеңіздер болады. Ал ендеше ерекше подкастымызды бастайық. Бүгінгі біздің ерекше подкастымыздың қонағы екі ерекше баланың анасы Фариза ханым. Сонымен ерекше баланың анасы, АБ-терапист маманы Гүлім ханым. Қош келіпсіздер. Сіздерге үлкен рахмет шақыртуды елеп келгендеріңізге. Енді бүгінгі біздің ерекше подкастта осы ерекше балалардың өмірі, өмірде қолданып шыққан қандай ем түрлерін жасадыңыздар, өздеріңіз үйде қалай жұмыс жасайсыздар, сол туралы айтсақ. Фариза ханым, мен сізден бастағым келіп отыр. Сіз екі ерекше баланың анасысыз, иә? Жалпы осы ерекше балаңызға жүктілік кезінде жүктілігіңіз қалай өтті? Қай кезде балаңызға диагноз қойылды? Осы туралы айтып өтсеңіз. Так, шақырғаныңызға рахмет біріншіден. Жүктілік ойдағыдай өтті. Ол кезде енді білмейсің, осылай ерекше бала болатынын өте жақсы өтті. Жүктілігім токсикоз, ондай еш нәрсе болған жоқ. Вызывающий дейді ғой, сондаймен туылды бала. Бір күн, 2 күнде ма болды құратуымда, потом нормально өсті негізі. Ешқандай айтарлықтай не байқаған жоқпыз. Тек кеш жүрді бала, 1 жас 4 айында жүрді. Сосын бізде салыстыру деген бар ғой, әпкем балалармен, болмаса жаңағы двордағы балалармен салыстыру, уже 2 жасына таман салыстыра бастадым мен. Бала сөйлемейді, өзімен өзі, бірақ андай агрессия, ондай еш нәрсе болған жоқ, тек сөйлемейтін. Потом мен Алинұрға аяғым ауыр, Алинұрға 6 ай болғанда, Аделяға 2-ші қызыма аяғым ауыр болды. Сонымен аралар 1,5 жас. Кейін уже 2,5 болды, сол жастарда уже поликлиникаға жүгінеміз ғой басында. Поликлиникаға жүгілдік, ол кезде Аделя 2018-де қойылды диагноз, аутизм деген. Ана мен балаға жіберді, бізді өзі Көкшетауда тұратынбыз біз. Сол кезде қойылды аутизм деп, Аделяға ЗПРР с аутистическими чертами солай қойылды 2018-де. Кейін мен асыққан жоқпын, бірақ инвалидностьқа шығару дегенге ондай қорықтым бір жағынан, сосын әкесі де қарсы болды. Сосын сол 2018-дің аяғы декабрьде жаттық, бір апта ана мен балада сол жерде, қазір есімде жоқ аттары. Сол жерде қойылды диагноз ана мен балада. Кейін уже психиатрмен жұмыс жасадық. Сол кезде уже біліне бастады ғой. Аутизм қойылады бізге. Соң кейін Алинұр неврологиямен шығармадық, бала уже жасы 4-ке кеп қалды. 3,5 жаста қойылса, уже 2019-да уже бала 4-ке келеді жаз айында. Сосын психиатр кәдімгідей неге жіберді,
направлениемен. Хотя бізде не болған, ана мен баланың заключениесі болған, сол заключение арқылы жаңағы психиатрға барсақ, олар сол диагнозды жазып бере салады деп ойлағанбыз ғой, консультациясын ғана аламыз деп. Сөйтсек олар мен неге сондай немен барғам, Аделяны үйге әкесіне қалдырып, ол деген еще 30 километр ары ауылда орналасқан жаңағы психдиспансер. Енді бір жері қыс айы, январь айы еді есімде, декабрьде өттік біз. Бізге енді ана мен балада айтты ғой, баламен көп жұмыстану керек, осындай центрлер бар, ол центрлерді мен үйге келген іздедім, бағасы да қымбат екенін білдім. Сөйтіп мен лучше инвалидностьқа шығарыңыз, екі баланы да шығарады. Енді Аделяға неврология болуы мүмкін, инвалидностьқа, ал Әлнұрға уже психиатрия деп айтты, поликлиникадағы врачтар, психиатрлар. Сонымен бала жатты, мен таңертең апарам, жаңағыдай жылап, сықтап, Газель бір уақытта ғана жүреді, таңғы 6-та ма тасыдым ғой, енді бір апта тасыдым баланы, сосын айттым, ол кезде Аделя еметін әлі ше. Сосын үйге асығам, кешке сағат 5-те 4-те ма сондай Газель жүреді, қайттан алып кетем Аделя, үйге қала берсін дейді да, Әлнұрды 2 апта ма сондай ғой, негіз уақыттар, иә. Мен жаңа жоқ, алып кетем деп таңертең қайттан алып барам, сөйтіп бір апта тасыдым. Сосын айттым енді врачқа, бір апта тасымай-ақ қояйын, белгілі болған шығар, бәрі қаралған шығар, бірақ жақсы қарады енді ол жерде ше, балам ондай қатты жылап өйткен жоқ. Бірақ бізге ол кезде диагнозы атипичный аутизм СУО қойды. Біз онымен келіспей, ол деген үлкен балаларға қойылатын диагноз, бала енді 4-ке әлі толған жоқ, 8 ай ма сондай ғой примерно. Сөйтіп соны диагноз қойылды, біз облздравқа барамыз, күйеуіміз 2 баланы алып, сол диагноз қалады. Сөйтіп ең бірінші несі сол июль айында 4 ай өтеді ғой, еще тағы 180 күн ба, сонда бір 4 ай уақыт өтеді. 4 ай уақыт өткеннен кейін бізді неге жібереді? Астанаға реабилитацион центр Тұрандағы. Сояққа келіп жатамыз июль айында. Как раз Әлнұр сол кезде 4-ке толған, есімде сол больницада болған. Туған күнін сол жерде өткізгенбіз. Сол кезде бірінші пенсиясы есімде түскен, мен әлі есімде 60 000 теңге түскен екеумізге. Сол кезде қойылды, содан кейін июльде жаттық, біз августта уже Астанаға көштік. Жолдасым уже түсінді, сол больницада жүргенімізде көрдім балаларды. Андай ғой, ауылда енді Көкшетау кішкентай ғана қала ғой, бірақ Көкшетаудың өзінде де жаңағы коррекционный неге барды балам. Жай садиктің ішінде, мемлекеттік садиктің ішінде коррекционный группалар болатын еді, сонда барды, сонда барып жүрді, біраз барды. Қызым жай садикке барды, жай садикте қызымды сол кезде апайлар айтты. Уже Әлнұрдың темасы уже диагноз қойылып, уже жаңағыдай, қалай айтсам болады, 4 ай уақыт өтіп жүргенде, Әлнұр садикке барып жүргенде, Аделяны да соның қасындағы жай садикке берем ғой мен, ясли жаңағы, ең кішкентай топқа. Ол кезде енді қызым 2-ден асқан кезі ғой. Сол кезде апайлар айтты, воспитательдер байқаған ғой. Сосын бізді мен утренникқа шақырды. Утренникта байқадым, уже қызым отырмайтынын ше. Мен Әлнұрмен жүре бергенмін ғой. Қызым кішкене шустрыйлар болды да, сосын ойыншыққа қызығушылығы болды қызымның. Жаңағы визуальный память дейді, сондайлар жақсы болды да қызымда. Сол кезде апайлар айтты, қызыңыз отырмайды, жаңағыдай жылайды, көп жылайды, нан көп жейді, жаңағы каша жемейді, басқа балалар орнынан тұрып кете береді, жаңағы неде. Утренниктарды сол кезде байқадым, сөйтіп сонда қызым бір ай барыпты сол садикке. Кейін уже реабилитацион центрге жаттық бір ай. Мамамды шақырдым қасыма, 2 баламен, потому что жата алмадым. Бөлек палата берді. Сол кезде уже басқа ата-аналармен танысты, қай центрге баратын. Уже Астана центрлерді уже іздей бастадық біз. Бірақ қызыма мен асықпадым. До конца күттім енді ше. Мүмкін олай емес шығар. Иә, мүмкін легкий степень болатын шығар деп, потому что ұлым мен қызыма екеуінің айырмашылығы біраз болатын ше. Ұлымда кішкене жоюлау болатын. Әлі де сондай негізі жаңағы интеллект жағынан болсын. Солай диагноз қойылды. Кейін 20-шы жылы уже жолдасым айтпай әйтеуір барып, бірақ неврологиямен шығарды педиатры. Невропатолог екеуі поликлиникадан сөйтіп шығарды. Қызым жатқан жоқ. 7 жасқа дейін созып берді. Кейін 7 жасқа толған соң жатты осындағы Жансүгіровадағы больницаға. Солай бір аптадай тасыдық. Түске дейін солай қалдырып. Солай қойылды. Сондықтан негізі ата-аналар бір баламен де, мысалға, бір балада ерекшелік болса, ол өзі қиын, иә. Мысалы, сен жерде 2 есе ауыртпалық. Бұл жерде күш керек, рухани жағынан адамға үлкен бір қолдау керек, иә. Сізге өзіңізге көмектесетін сондай жаныңызда адамдар бар ма? Өзіңіз рухани жағынан қалай өзіңіз ұстайсыз? Енді басқа түскен соң көнесің ғой. Тем более іштен шыққан бала
көптен күткен баласы, әкесі өзі 30-ға келіп үйленген. Долгожданный бала ғой, андай. Мотивация екі баладан кейін, енді соңғы 2-3 жылда Алла әйтеуір берді. 3-ші балам сау, шүкір Аллаға. 2,5 жаста қазір. Сол бала мен қазір алданышым. Сосын 2 баланың талпынысын көресің. Оның үстіне қазір балам осы 2-3 ай болды, жаңа велосипед айдауды үйреніп, сол велосипедке барып жүр. Соның өзі бір кәдімгідей андай не, қуаныш былайша айтқанда. Енді қаланың ішінде айдап жаңағыдай сөйтіп кетпесе де енді сол жаңа велотректе тренерлеріне рахмет, сондай бір клуб ашқанына. Оны да өзіміз сияқты ерекше анамен жаңа әке ашқан. Соған барып жүр. Қызым Абада жай мектепке барады, тьютормен отырады. Ұлым Надамо енді эпилепсия қосылған соң, оның үстіне жаңағы кішкентай болған соң үйге ауыстырдық. Үй жағдайында. Үй жағдайында оқиды, аптасына 3 рет апай келеді. Бірақ 1-ші класс спецшколға барған. 1-ші класс полностью жаңа түске дейін ғана оқыды, түстен кейін абаға баратым. Үй жағдай, кешірім сөзіңізді бөліп, үй жағдайында оқып жатқан ұстаздарына көңіліңіз қаншалықты? 1-ші класты бітірді, оқыды, 2-ші класста жақсы болды біздің апай, кәдімгідей 2 сағаттап отыратын. Подходқа байланысты ғой, апайдың деңгейіне байланысты. Жас апай болды, прям екеу шықпайтын ғой, тыңдайтын. Соңғы осы уже қазір 4-ші класс қой. Мысалы бізде осы биыл сентябрь вообще болған жоқ, апай таппады бізге. Мұғалімдер аз үйге келіп оқитын. Содан кейін график сәйкес келмеді. Әлнұрда эпилепсия болған соң пішеді, жаңағы противосудорожный. Содан бала көп ұйықтайды. Оның үстіне жаңағы нейролептигі бар. Сағат 10:30-11-ге таман тұрады. Олар таңертең келгенге график совпадать етпеді. Түстен кейін жаңағы тренировкасы бар, өзі индивидуально барып жүрген күн сайын. Содан кейін қыздың сабағы бар. Солай болмады сентябрь. Енді осы 2 аптадай болды, үйге келіп жүр, үлкен кісі екен. Жақсы былай. Жаймен деп үйреніп келеді. 1 сағат, сол 40 минут қана отырады. Соның өзіне өтеуір. Үй жағдайында бәрі бұл аты ғана сияқты. Мектеп туралы не көп өзіңіз де түсінесіз ғой енді. Өте жақсы түсінемін, өйткені өз баламды үй жағдайында оқыды. Үй жағдайы мен мектеп жағдайын тіпті салыстыруға келмейді. Жер мен көкте, үйде оқытылған, басқа мектепте оқытылғанда социум болады, айналасында орта болады, ол баланың дамуына әсер етеді. Енді келесі біздің қонағымыз Гүлім ханым, сізге сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздің балаңыздың диагнозын өзіңіз қай жаста білдіңіз, бірақ сіздің балаңыздың аутизм диагнозын Аспергер түрі екен, Біз енді көп ата-аналар ойлап жатады ғой, Аспергер болса, ол бала сөйлейді, жаңағындай артық қылықтар жоқ, оңай деп, бірақ сырт көзге сөйтіп ойлаймыз, бірақ оның ішінде біз білмейміз ғой қалай болып жатқанын. Сол сияқты жаңа өзіңіздің балаңыздың Аспергер диагнозы жайында айтып жіберсеңіз, қалай ол баланың жаңа сөйлеу жағына болсын, даму жағына болсын, қалай жағдайында жұмыс жасап жатсыз? Менің ұлымның диагнозы негізі 4 жасында қойылды. 4 жасында ЗПР деп қойылды. ЗПРР, аутистические черты деп қойылды. Бірақ менің үй жағдайында байқағаным, балада ешқандай коммуникация болған жоқ. Бізде откат болды. Осы 1-8 жасында неден АКДС прививка салғаннан бізде откат болды. Содан кейін уже балада мен байқай бастадым. Бала өзінің атына қарамайды. Ешкіммен коммуникация жоқ абсолютно. Өзімен өзі отырады, өзінің әлемінде. Стимдер пайда болды балада. Мынандай стимдер неше түрлі көп күннен күнге стимдер көбейе бастады балада. Жаңағы құлағын жабу, сосын былай алақанмен бүйтіп бірдеңені өлшеп жүрген сияқты. Жоқ, болған жоқ. Сосын мен қайтадан психиатрға барып айттым, бұл балада жаңағы аутизм шығар деп барғанда, сол кезде психиатр қарап, балаға уже аутизм деп қойды. Балада детский аутизм болды, бірақ умственная отсталость қойылған жоқ ол кезде. Сосын үй жағдайында баламен жұмыс жасай бастадым. Оның алдында негізі бала 3 жасында садикке барады, қазақ садигіне барады. Біз үйде таза қазақша сөйлегесін, баланы да қазақша садикке береміз. Бірақ осы апайлар айтады, ешкіммен қосылмайды, өзімен өзі жүреді деп, жаңағы бала ондай қатты жыламайды. Сондай бір қылықтарын айта бастағаннан кейін мен де қарап, бүйтіп балаға даже алма деген сөзді элементарный үйрете алмадым. Балада ешқандай оның алдында сөйлеп жүріп,
прививкадан кейін сөйлемей қойды бала. Оған дейін қанша сөз айтатын балаңыз? Мама, папа, қой деп айтып жүрді, сосын авав, мяу деп ана животныйларды саусағымен указательный жест бәрі болды. Осы неден кейін, прививкадан кейін, АКДС-тен кейін негізі бізде метатвод болу керек еді 2 жасқа дейін. Но оған қарамай бізге бәрібір прививка салынды. Метатвод балаңызда қандай туғанда бір ақаулар болды ма? Гидроцефалия болды. Гидроцефалия болды. Ол кеш қойылды ма ол диагноз сонда? 6 айында қойылды. Гидроцефалия. Негізі метатвод болу керек еді. Метатвод болу керек еді неврологический жағынан. Сол балам, сосын бір күні мен ойладым, енді орысша көрейін деп, қазақша естімегесін. Орысша жұмыс жасауға тырыстым. Өзім педагогикалық өзімнің образованием болғаннан кейін бұл баламды отырғызып қойып, жаңағы баланы орысша үйрете бастағаннан кейін уже балада шыға бастады резко. Түсінігі сондай. Қазақша сонда Қазақша вообще ешқандай, үйде қазақша сөйлесек те, садик қазақша болса да, ешқандай бір қазақша бір не істемейді. Қазірдің өзінде қазақ тілін жеп көреді бай. Орысша сөйлейді сондай. Орысша, сосын ағылшынша. Қазақша ол үшін бір қиын, өте қиын. Түсінбейді. Түсінеді, бірақ айтады. Негізі өзімнің балам тілге өте жақын. Ол өзі перевод жасап, өзі айтып, сөйтіп жақсы көреді соларды не істегенді. Қазақша да сөйлейді, бірақ акценті өте қатты, оқығанда да қате оқиды, білмеймін. Қазақ тіліне кішкене қиналады енді. Орысша баланы үйрете бастағанда результат қатты болды. Біз деген медикаментозно баламен қаншама нелерге, центрларға апардық, қанша осы психиатрларды, ең жақсы деген психиатрларға апардық, невропатологтарға апардық, ешқандай результат болған жоқ. Бізге, например, курс лечения береді, протокол дейді ғой. 3 айлық протокол береді, біз оны өтеміз, результат ешқандай жоқ. Бірақ мен 2 күн подряд баламен жұмыс жасаймын, соны ұғып алады, уже результат бар балада. Сосын Россиядан неше түрлі гамалон, когитум деген сияқты қымбат препараттарды балаға бердік. Ешқандай результат болған жоқ балада. Тек қана осылай отырып, мен жұмыс жасағанда ғана балада уже результат сразу көріне бастайды. Содан кейін мен уже медикаментозный, жаңағы невропатолог апару дегенді қойдым. Бәрін алып тастадым. Тек қана жұмыс жасау. Күнделікті балада негізі расписание қоям. Расписаниемен жұмыс не істейміз. Ол біледі қашан занятие, например, бұндай балалар уақытты қатты сезеді ғой. Например, оларға сағат керек емес. Қандай, неше сағат неше болғанын, например, олар біледі. Отырып алып, занимация дейді да, отырып алады. Жаңағы біз екеуміз жаңағы занятияларды, осындай арнайы дәптерлер, неше түрлі соларды отырып жұмыс жасаймыз. Сол кезде менің бір байқағаным, балам сөйлемей жүрсе де, бір күннің ішінде мен видеоға түсірдім, еще осындай парта сатып алдым балаға. Ана жерде партада нелер жазылып тұрады, буквалар жазылып тұрады. Бір күні бүйтіп қайталатқыздым букваларды, екінші күні өзі айтып берді. Киініп атқанда уже айтып до конца яға дейін айтып берді. Визуальный память плоха. Содан кейін ладно деп, сосын қайтадан ана неге садикке апарып тұрғанда, ана жерде бегущий строка тұрады ғой, соны оқып тұр бала. Бірақ басында әріптерді білетін бе еді, оқығанда қалай? Жоқ, соны айтып тұрмын ғой, мен үйде жұмыс жасағанда бір күнде сонда алфавитті есте сақтау қабілеті жақсы болып тұр. Жақсы дамыған. Сосын біз анда бала ол кезде даже көзге қарамайтын еді. Ол кезде мен аботерапия не екенін білмеймін. Бірақ мен өзімнің подходым осы аботерапиямен осы тура болып шықты да. Мен стоп дегенді, например, балаға үйреттім. Содан кейін уақыт өте келе мен енді біліп жатырмын да, аботерапияда стоп деген, стоп сигнал деген бар екен. Например, ал ол кезде мен өзім былай қарағанда ешқандай врачтарда ештеңе білмейді ол туралы. 2015 қой, енді 2015 жыл. Ешқандай информация жоқ. Интернетте ешқандай информация жоқ. Тек қана баламен отырып, как слепые котята дейді ғой, ата-ана негізі аутизмі бар ата-ана
өз на своем примере, өзінің опытымен енді сөйтіп не істейді, как слепые котята, уже бір способ іздейді. Баламен қалай жаңағы көмектессем болады деген сияқты. Интуиция бізде жақсы негізі дамыған, иә. Сол Сеземіз, кезде аха. баламен сосын күнделікті отырып жұмыс жасай бастадым. Бізге уже инвалидность қойылғаннан кейін мен 5 күннің ішінде Ақтөбе қаласынан Астана қаласына көшіп кеттім. Ол кезде мен бір кино қарадым. Ата-аналарға бір инсайт болсын. Расплата деген бір жақсы бір кино бар. Соны көріп, мен ішімде бір қатты бір мотивация болды. Осы баламен жұмыс жасау керек деген сияқты. Енді бұндай бала ата-анаға бір сынақ қылып беріледі ғой. Негізі бірақ менің түсінігімде енді астын жуып отырып, ол сынақ емес. Ондай бала сен не істейді екенсің, ол баламен не істейді екенсің, оны жаңағы соны сынау үшін жаңағы береді деп ойладым да. Сосын баланы алып 5 күннің ішінде осы Астана қаласына көшіп келдім. Орталыққа барып, сол кезде АБ терапиямен таныстым. Сол жерде уже специалисттер маған айтқаны, сіз бұндай қаражатты ай сайын төлеп тұрсыз сізге. Енді ол бесполезно деді да бізге. Егер де сіз өзіңіз балаға специалист болып, егер де үйде өзіңіз жұмыс жасамасаңыз, оның бәрі бекер деп айтты да бізге. Сол кезден бастап мен уже есімді жинадым. Уже целенаправленно баламен уже дұрыс күнделікті уже режим бойынша жұмыс жасай бастадым. Балада өте қатты жақсы прям результаттар болды сол кезде. Күнделікті қанша сағат мысалы айналыстыңыз баламен? Неважно, примерно 30 минуттан, 20 минуттан бастасаңыз да. Негізі мен балам неусидчивый болды. СДВГ, иә, сондай. Отырмайтын еді. Оның отырғызудың да бір тәсілін ойлап таптым, например. Ол деген активный бала болғасын. Бірінші мына нәрсені мына жерге сал, болды деген сияқты. Отырғызам да, ананы салат жүгіреміз, ойнаймыз, секіртеміз, қайтадан жүгіртеміз, сөйтіп, уже ол уже 10 минут болды, 15 минут болды, 40 минут болды, уже бала спокойно, уже андай қызығушылық болды да, уже балада уже отырып алып, жұмыс жасай бастады балада. Негізі сондай, енді аутизм балалар әртүрлі болады ғой. Иә. Кейбіреулер усидчивый, кейбіреулер жоқ. Сондықтан ең бастысы ата-анаға менімше смекалка болу керек. Оны деген бір нәтижені көргің келе ма? Соны деген ойлану керек та, қалай бұл нәтижеге жетуіме болады деген сияқты. Енді ана деген өзінің баласын жақсы біледі ғой, басқа специалистке қарағанда. Сонда отырып алып, әр нәрсені ойлап жатам. Мынаны қалай үйретсем болады, мынаны қалай үйретсем болады деген сияқты идеялар келіп жатады да, келесі күні таңертең мен сол идеяларды балаға көрсетемін. Осылай істейік деген сияқты. Сол кезде негізі балаға үйретсем, күнделікті бір нәрсені үйрете берсең, бала қағып алады. Қандай дәрежедегі бала болса да, ол қағып алады. Сондықтан менің осы мойындайтыным тек қана осы АБ терапиямен жақсы результаттарды біз көрдік. Менде мындай сұрақ бар, егер бала қабылдамаса ше мамасымен жұмыс жасағанда. Иә, сондай бар ғой негізі. Иә, специалистке мысалы бару керек. Өйткені ананы жаңағы бала специалист маман ретінде қабылдамайды деген сондай да бар, иә. Контроль болу керек. Сіз деген черта өткізуіңіз керек. Біз қазір осындай уақытта мен сенен требовать етем, мен сенімен жұмыс жасаймын деген сияқты. Бұлай уақытта жаңағы анасы мен баласы болып ойнап, күліп, сөйтіп жүресіз ғой. Ал осы жұмыс орны дейді ғой, жұмыс орнын дайындап қоясыз. Осы жұмыс орында сіздің өзіңіздің бір талабыңыз болу керек. Мен мына жерде отырып жаңағы жұмыс жасағанда бала уже түсіну керек. Жаңағы руководящий контрольді үйреніп алсаңыз, бала тыңдайды. Сол жағынан жұмыс жасаңыз, обязательно тыңдайды бала деген. Түсінікті. Енді біз бәріміз бұл жерде жинап отырған аналар, бәріміз ерекше балалардың аналарымыз ғой. Енді мен өзім, маған әр кезде де өз көкейімде сұрақ жүреді. Мысалға, әр ерекше бала ананы бір нәрсеге үйретеді, өмірге көзқарасын өзгертеді. Мысалға, бәрібірде өмір бөлінеді, ерекше балағадан кейін, дейін деп, бәрі басқаша болады. Осы сұрағым келіп отырғаны, сіздерді ерекше бала қай жаққа өзгертті, өмірлеріңіз, көзқарастарыңызды, немесе барлығы да бұрын қалыптай ма, әлде өзгерді ма? Өзгереді.
мысалы сіздің мысалы екі ерекше баланы сіздің өміріңіздің қай жағына өзіңіз мінезіңізді болсын, көзқарасыңызды болсын, өзіңіз дүниетанымыңыз болсын қалай өзгертті? Әр сәтті бағалау білу. Қуана білгенге құт қонбайды, бағалай білмегенге бақ қонбайды дейді ғой. Мен ұстаным сондай. Әр мелочь нәрсе болса да мен қуанам. Бағалай білем, жағы бір сөз айтса да, бір әріп айтса да, мысалы қазір енді әліппені үйренудеміз. Аделя қазір 2-ші класс. Кеш барды мектепке. 9-ға толды осы жақында ғана. Бағалауды үйретеді. Уақыттың 9-ға толып жатыр, жаңағы іштей бәрібір де андай мынандай уайым болып тұрады да, енді 2-3 жылда кәдімгідей андай подросток болады, ол қалай болады, жаңағы бәрібір де андай бәрі дамиды ғой, бала өзгереді, жаңағы физический жағынан болсын, күн сайын өседі, жаңағы күші көбейеді деген сияқты. Сосын кішкентай қыз бір қуаныш сыйлайды, басқаша бәрібір де андай екі балаға андай менің андай өмір жолыңда бәрі андай өмір салтың болып кетеді ғой былайша айтқанда. Ал сау бала туылғанда андай ол андай жаңағыдай көтенісір памперсін ауыстырсаң да кеп сүйеді да, бүйтіп мен сол ондайды мен екі ерекше баладан кейін андай бүйтіп қарап қаламын да, сенге жүрегің езіліп сөйтіп кетеді ше. Қазір енді жай садикке барып жүр, үйдің қасындағы. Сол қуанышымыз біздің. Енді осы бір қазір 2,5-да болса, бір жылдың көлемінде екеуі уже біледі жаңағы сестренкасы екенін. Басында бізде кәдімгідей қызғаныш болған. Сау бала деп айтады да көбісі, мен айта кетейінші осы моментте. Андай эмоцияны түсінбейді деп айтады, бірақ мен балаларым қатты сезеді. Андай үйге алып келген кезде, даже Аделяны босанып алып келген кездің өзінде де жаңағы Альнұр кішкентай ғой, ол кезде 1 жас 4 ай, енді жүріп жүрген кезі. Сол кезде жылап, жаңа мен 5 күн роддомда жаттым, Аделяда ұзақ жаттым. Сол кезде жыламаған әкесімен, мен келгеннен кейін жылап, жаңағы бөпені итеріп деген сияқты. Адияны босанып келгенде тоже сондай жасады Альнұр. Оказывается, қызғаныш болады екен бәрібір де ше. Ол ерекше бала болсын. Сол жағынан мен не істеп қалдым жаңа. Сондай моменттер, бір мелочь нәрсе ғой, былайша айтқанда, сау ата-аналар үшін. Біздің уайымыз көбірек, мысалы сау ата-аналардың жағы балаларын уайымдайды, болашақта қалай болады екен деп қазір, тем более буллинг деген қазір мектепте, жаңағы колледж, вообще қоғамда көп қой. Сол жағынан уайымдайды. Біздің уайымымыз вообще екі есе, ол жатсаң да, тұрсаң да болашағын ойлайсың. Мен болмай қалған жағдайда қалай болады балалардың жағдайы, кім қарайды олар. Әрине мемлекетке өтеді ғой, жаңа интернат сияқты сондай жерлерге. Сол жақтарын мен көбінесе сол жақтарын уайымдаймын ше. Ата қуанатын нәрселер көп әрине. Ал сізді ше қалай өзгертті? Безусловная любовь дейді ғой. Мен соны түсіндім. Полностью я могу сказать, что я поглотилась этой любовью и сол махаббатты балаларға берем. Және де балаға енді Аллаға уповать на Аллаха дейді ғой, аманат етіп өзімді более, знаете, бір спокойный болып, сондай өзімді енді қатты өзгеріс болды енді әрине. Шыдамдылық болуға. Ерекше бала болғаннан кейін мен өзімде байқаймын қатты өзгергенімді. Мінезіңіз, мысалы? Мінезім более, наверное, ответственная стала. Көп нәрсені әрине уайымдаймыз. Баламыз не болады, қалай болады деген сияқты. Соның және де өзімнің ішкі дүниемді контрольда ұстау. Өйткені ондай балалар қатты сезеді. Сосын айтады ғой, страхам свойственно сбываться деп. Поэтому сондай бір негативный бір страхтарды, карма деген сияқты барлығына сеніп кетіп қойса деген сол сияқты өте қатты бір контрольда ұстаймын өзімді. Не айтатынымды, қалай адамды осуждать етпеуді, жаңағы соларды қатты контролировать етемін. Баланың болашағы үшін ғой барлығы. Көп нәрсеге проще қараймыз ғой, көп нәрсеге проще қараймыз. Көп нәрсені отпускаешь, да, больше уже. Ондай қатты штыки не воспринимаешь, өйткені бұрында аутизм дегенде менде паранойя болып кетті, кәдімгідей кіріп кеттім депрессияға. Көп қатты уайымдап,
осы балама өз өзімді ұмытып кеттім да. Сондай бір қатты күйзеліс уақыт болды. Бірақ қалай алып шықтыңыз одан өзіңізді? жолдасым қатты көмектесті сол кезде. Негізі ерекше баласы бар әр ата-ана, негізі ойлаймын өзім, ұзақ бір созылмалы депрессияда жүретін сияқты әр ана. Хронический Иә. маха. Ол депрессиядан ана немесе өзін алып шығады, немесе жанында жақындары көмектесіп, қолдау көрсетеді, иә. Әр жол бар ғой енді. Енді мен сұрақ қойғым келіп отырғаны, мысалы әрбір отбасыда, мысалы сіздің отбасыда, сіздің үйіңізде де ерекше бала бар, ерекше балаға қосымша сау балалар бар, иә, нормотипичный деп жатырмыз ғой, менде де сіздерде де. Енді мен кейде ойлаймын, мысалы ерекше балалардың қылықтары болсын, мінездері болсын, күнделікті көрсеткен өздерінің аутоагрессия дейміз, иә, соның барлығы сау балаларға әсер етеді деп ойлаймын. Мысалы психологиялық тұрғыдан болсын, иә. Өйткені көріп өседі ғой, соның қылықтарын қайталауы мүмкін. Енді сіздердің отбасыларыңызда осы жағдай қалай өздеріңіз осыны бақылайсыздар, немесе дұрыс жаққа қарай бағыттайсыздар? Ерекше балаларыңыз бар ғой, сау балаларға әсер етпеу үшін, немесе ондай жоқ па отбасыларыңызда? Болады. Ерекше баласы бар ата-аналар бүкіл стадиядан өтеді деп ойлаймын. Қазір біз мысалы жасымыз 10-да ғой. Бүкіл стадиядан әлі де өтіп келе жатырмыз ше. Болатын айтады, Алинұр айтады, Аделя екеуінде агрессия болғанда айтады, бастарын осылай кулакпен осылай ұратын. Қызыңызға тиіспейді ғой, иә? Болған, итеріп жүрген кездері, Аделяны тістеп алған кездері әлі де болып тұрады арасында бір. Бірақ ондай кезде мен басқа бөлмеге алып кетемін бірден. Тынышталдыруға тырысам, ал Адия әкесі болса әкесі алып кетеді дегендей. Бірақ жаңағыдай алшақта ұстап не істеймін, соны тынышталдыруға тырысам, жаңағы агрессияны басуға тырысам, басқа бір нәрсеге отвлекать етуге тырысам, жаңағыдай солай түсіндірем ғой енді әдемі кішкентай қызыма түсіндірем, болмайды олай жасауға, ол түсінігі болған соң ол ойнап кетеді дальше. Бірақ сол моментте қайталап қалған кездер болған, жаңағыдай басынан ұрып не істеп жынданған бір нәрсені жаңағы болмай жатқан кезде, өзінде бір нәрсе жаңағы ойыншықтары бір нәрселер болмай жатқан кезде жаңағыдай басын ұрған кездер есімде болған. Қазір енді ғой, әлде кішкентай, ол оны андай прямо андай немен қайталамауы мүмкін, ойнап қайталауы мүмкін. Сол ғой. Ал сізде ше? Менің баламда кішкентай кезінде қашу деген сияқты, сондай қорықпау, қолын кесіп алса да сезбейтін еді. Наоборот, жарасын шұқып, сөйтіп қатты бір не істейтін еді, бір ондай чувствительность болған жоқ балада. Бірақ қасындағы Нормик қызым, бұл деген врожденный болады дейді ғой, қасында өскесін. Бұл менің қызым өзі трудотерапевта, сол үшін аботерапист, психологта, я өйткені менің ұлым қайталайды сіздің өте қатты тыңдайды қызымды. Менің қызым андай гиперактивный десе де болады. Отырып алып, ананы оқытқанды жақсы көреді. Айтқанын істете ма? Жасатады, ойнатады. Кеше де айтады да, мынандай тренд бірдеңелерді түсірейік дейді балаға. Сосын не істейік деп, оған ему надо играться, ему надо знать это деп не істейді да. Но это уже врожденно, я думаю, потому что біз деген даладан өтіп бара жатқанда сондай балаларды көріп қалады ғой. Мен кейде байқамай қалам, бірақ мен қызым түртіп айтады, балада аутизм сияқты деп. Нешеде ол кішкентай қызыңыз? Қазір ол 9-да. Бірақ 6 жасында соны байқайтын еді. Айтып келеді, біздің мектепте осындай деп. Аутизмға байланысты теманы өте қатты жақсы көреді. Болашақ мамам өсіп келе жатыр дайын. Сосын мысалы көп нәрсені үйретеді үйде, олар жалғыз қалады үйде. Үйде мысалы ұлыма бүкіл техниканы я могу доверить. Ол өте ұқыпты, самостоятельный, да? Самостоятельный, тамағында өзі жасайды. Осы демалыстарда мені оятады, мама, у меня есть сюрприз для тебя деп, тадам деп көрсетеді. Вот соны өзі қуанышы, иә? Сосын завтрак дайындап қояды, сосын менің қызым анадай не сияқты, у нее прям руководящий контроль, қатты былай істе деп, ана бейшараны потерянный
болып жүгіріп жүреді қасында. Үлкен көмекші болып тұр ғой. Иә, но бірақ далада жүргенде біреу қасына келіп бірдеңе десе, кәдімгідей күттайынан прям қатты заступается. Ол жақсы ғой, өте жақсы ғой. Иә, бауырмашыл, бауырмашыл. Аха, сөйтеді. Өзі ұрсып не істейді ғой, бірақ біреу бірдеңе деп сөйлеп қалса, ана қыз деген ана адам атылады ғой. Ешкімге сөйлеткізбейді. Сол енді екеуінің бірге өскен бір несі сондай ғой. Толғау көріп жүрген ғой. Сол түсіністікпен қарайды, көмектеседі. Сосын аутизм балаларда негізі өздерінің мінез құлқы болады ғой енді. Сол мінезін предугадать, допустим, мы можем, да? Былай істесе, мысалы, айтқанын біз орындамасақ, ол нервничать етеді деген сияқты. Сондай бір нюанстарды да түсінеді қызым. Мысалы, жоқ, мынаны беру керек, мынаны былай істеу керек, сен обещать еттің деген сияқты соны. Соны прям заранее предугадывает, кішкентай болса да, соның барлығын. Сол. Енді келесі сұрағым, мен ойлаймын, мысалға ерекше аналар қаншалықты шыншыл. Шыншыл дегенде былай мысалы далада жүрген кезде, площадкаға шыққан кезде басқа балаларды көреміз. Басқа балалардың бойынан ерекшелікті көріп тұрмыз мүмкін. Бірақ соны іште сақтап қаласыздар ма, әлде барып анаға айтасыздар ма, сол жақтан, ол жағынан ерекше аналар қаншалықты шыншыл? Мен деген жұмыс істегенде негізі центрларда жұмыс істедім, терапевт емес. Монтессори педагог жұмыс жасадым. Оның алдында балабақшада кәдімгідей воспитатель болып жұмыс жасадым. Сол кезде баланы көрем ғой енді, сондай балаларды. Менімше маған кезінде айтатын адам болған жоқ. Менің бетімді тіліп тастаса да мен айтуым керекпін. Өйткені ол ата-ана қандай ашуланып не істесе әр кезде айтасыз сонда, иә? Мен айтамын, иә. Сіз жаңа апай специалист ама маманы ретінде айтасыз ғой, иә? Иә, мен айтамын. Ол кезде оның алдында мен аба маманы болмағанда да айтатын едім. Мен мамасымен сөйлесетін едім, бірақ мамалары көбінесе айтатын еді, жолдасым сенбейді, оған айта алмаймын деген сияқты. Сол кезде мен оларды бөлек шақырып алатын едім. Сөйлесетін едім. Сол кезде қабылдай ма сіз айтқаныңызды? Кейбіреулер болды қабылдамаған. Бірақ 2-3 жыл өте келе маған звондап хабарласып айтқандар болды, рахмет деп. Бірақ андай әкелері деген кәдімгідей намыстанып бүйтіп сөйлеп кетеді ғой. Соның өзінде бірақ сосын хабарласып рахметін айтатын еді. Қабылдап сол моменте жұмыс жасағанда сіз айтқаннан кейін жоқпыз деп. Сол кезде, например, біздің группаға сондай бала келеді, сол кезде біз айтамыз ғой рекомендацияны. Например, сіз андай маманға барып көріңізші деген сияқты. Сол кезде көп ата-аналарға сөйтіп айттым негізі. Көбісі құлақ асып айтты. Иә, себепкер ғой, себепкер болып тұрсыз ғой. Иә. Өйткені мен жас кезімде маған айтатын адам болған жоқ. Иә. Даже врачтардың өздері білген жоқ аутизм не екенін. Сондықтан мен қазір айтып қалуға тырысамын. Лишний раз, возможно, мне показалось, но главное, чтобы лишний раз, чтобы они прошли и посмотрели, точно убедились в том, что это так или нет. Ал сізде мына жағдайлар болды ма? Болып тұрады, әлі де болып тұрады. Қазір де мысалы центрге барып жүрміз. Мен біліп тұрып, бала тяжелый екен, бірақ мамасы андай қосқысы келмейді, жаңағы бір кабинетте екі жаңағы специалист заниматься етіп жатса, ол бөлек кабинетте өтсін деп сөйтеді да. Сосын жаңағы специалисттер де, куратор бәрі айтады ғой, ол үйрену керек қоғамға. Қашан ол сен бөліктеп ұстап жүресің деп. Мен де айттым оны. Тура менің айтып тұрғанымды жаңағы директор де айтып жатыр. Ондай ата-аналардың енді қабылдауына, жаңа өзінің санасына байланысты шығар. Егер түсінбей баратса, мен қоя қалам сол жерде. Ал егер түсініп, жаңағыда өзі де байқаса, немесе оға дейін өзі біліп, болмасандай неде жүреді ғой, бір андай, қалай айтсам болады, екі ойлы болып жүреді ғой. Сондай ата-аналар кездескен кездер болған. Сондай ма деп дажандай номерлерін алып, чаттарға қосылып деген сияқты. Ондай болып тұрады, әлі де болып тұрады. Себебі біздің кезде болды, мысалы 17-18-де біз білдік қой диагнозды. Сол кездерде вообще мысалы ПМПК, асыл мирас дегендерді мен сол Алматыға бару керек болды семейный жағдайлармен. Сол кезде мен мысалы бірінші рет сол асыл мирас, оның өзінде де асыл мирас сол енді ашылып жатқан кездер мысалы.
қазіргідей көп филиалдары жоқ мысалы. Сол кезде көрдік. Соның өзінде интернетте мысалы аутизм жайлы ақпарат аз етін. Қазірдің өзінде де мысалы мен көп нәрсеге андай, мен балалардың негізі ерекше балалардың жаңа ата-аналардың жағдайларын бәрі бір-біріне ұқсас қой. Откат болғаны, жаңағы сол статьялардың барлығы бір-бірлеріне ұқсас. Біздегі мәселе, мен көбінесе сол баланың жаңағы өткен нелерін айтқым келмейді, ол жандай андай ол жақты жауып тастағаннан кейін ба, мен қазіргі балаларға мысалы осы мысалы көретін шығар, жоғарыдағы нелер, министерство деген сияқты қазіргі айтатын мәселелер көп та, мысалы ерекше аналардың центрдің қымбаттауы, мектепте жаңа тьютер жайлы сол туралы айтсақ, сосын жаңа инватакси туралы, мысалы бізде инватакси, Яндекс такси, соның өзінде мысалы қазір жиналыс болып жатыр апта сайын. Бізде 2 бала Яндекспен жүреміз. Инватакси, 6 ай сайын документ өткізетін едік. Енді қазір 18 жасқа дейін берілген ғой справкамыз. Соға дейін созыпты, бірақ бюджетте ақша жоқ деп жатыр да. Соның өзін бір көп көргенде қазір вообще алып тастауы да мүмкін. Яндекс таксиді. Яндекс таксиді. Ал бұрынғыдай жаңағыдай звондап заказ береміз да, сондайға ауысуы да мүмкін деп жатыр қазір кезеңде. Негізі қолдау көп керек. Сосын жаңағы аботерапия жайлы айтып жатыр ғой. Мысалы біз центрге барамыз. Мысалы менде қазір жағдай жоқ. Аделия ғана барады, 200 000 айына. Бір балаға, бір балаға. Менде 2 бала, ол 400 000. Сонда есептеңіз жылына қанша кетеді, мысалы ай сайын қанша кетеді деген сияқты. Сондай центрлерге енді өткенде оқып қалдым бір журналистің несінен. Келесі жыл госдотация, жаңа ваучер дейміз ғой, сондай бөлінеді екен да осындай частный центрлерге. Получается, жаңағыдай какой-то бір процентін мемлекет төлеп жатады, қалған ата-ана өте үлкен көмек болатын еді. Мысалы мен сонда мысалы Алинұртта бере алатын едім да. Тіпті енді қазір кішкентай қызым АЗРР деп қойды. Түсінік бәрі бар, ешқандай аутизмдай нелері жоқ. Жаңағы не дейді, спектр дейді ғой, жаңағы белгілер деген сияқты жоқ, тек ЗРР сөздерді айтады, бірақ 2,5 жасқа аз сөздік қоры. Соны өзім мысалы мен уайымдаймын ше. Қазір енді ПМК-да очередьте тұрмыз, келу керек. Тек логопед қана берді мысалы ПМК. Ол нарушениесі бар балаларға дефект ол бәрі толтырып береді ғой. Бізге тек логопедті беріп тұр. Соның өзінде әйтеуір шүкір деп сөйтіп жатырмын да мен. Мысалы мен Аделяны апаруыма болатын еді да, Адияны кішкентай қызымды да, сол қызымды да апаруға болатын еді. Запуск речиге мысалы болады ол ондай. Сол жағынан мәселе мысалы, соны мемлекет тарапынан қолдау болса, кешіріңіз бөліп, сосын мысалы сізде 2 балаңыз ерекше ғой. Мысалы үкімет тарапынан генетикалық тест тапсыруға, мысалы қолдау болса. Ол жағы өте қымбат. Бізді жаңағы Алинұрдың эпилептологы, біз жылына бір рет сол эпилептологына Алматыға барып келеміз. Обязательно жылына бір рет басын түсіріп, сол жерде консультациясын алып, сөйтеміз. Оған да жазыласың, 6-7 ай күтеміз. Үлкен профессор кісі ол. Енді жас қыз, бірақ андай опыты бар да. Сол кісіде айтқан тоже, бірақ мен қатты смысл көрмеймін да одан. Лучше мен оның жаңағы абасын төлейін, АФК-сын төлейін деген сияқты. Бізде еще сенсорика жетіспейді. Алинұрға көбінесе жаңағы шешім тастағанды жақсы көреді деген сияқты ше. Көрпені жамылып жатады өзі. Сенсорика керек. Сондай жаңағы абаны мысалы, сондай мамандарды болмаса ИПР-ға қосса. Бізде ИПР-да не бар мысалы? Аяқ киім бар, подгузник, жаңағы санаторий бар, мысалы, оның өзін алуда қиын да, мысалы. Ол өзі барлық балаларға берілмеді ғой. Соған мысалы аботерапияны қосса дейміз да, ИПР-ді бір центрге. Мысалы, көп қой центр, мемлекет жартысын төлесін, мысалы, бір центрдің. Хотя 70%-ін төлесін, қалған ақшасын, мысалы, пенсиясы өзіне жаңағыдай. Менде сондай бір ой бар да, сол жағын көтеру керек сияқты біздің неге. Келсем, біздің өткен шағымдарда депутат болған Екатерина Смоленко осы мәселе туралы айтылған. Сол кезде ол кісі мен ұсыныс айтқам, жаңа ерекше аналардың өзін оқытса сондай центрлерге. 24 сағат бойы ерекше баланың қасында кім болады, ол анасы,
анасы үйрету керек. Мысалы центрға барып 1-2 сағат үйреніп келгенмен оның барлығын үйде анасы үйрету керек қой. Иә, қайталау керек. Сондықтан да үкімет тарапынан әрине ерекше аналарды оқытатын, иә, аботерапия мамандығына. Ол жаңағыдай барып центрға барып жұмыс істеу міндетті емес, өз баласына. Өйткені ол да үлкен рухани күш қой, баламен жұмыс жасау деген. Түсінетін еді да, ол баланы глубокий жаңағы жақынырақ басқаша түсінетін еді да, уже маман ретінде. Сол мәселе туралы көбірек айтылса екен деймін да. Бірақ ондай жиналыстар, дөңгелек столдар жүргізді деп жаңа хабардан көрсетіледі, бірақ сол мәселе сол жерде қалып қалатын сияқты көрінеді да біздің мемлекетте. Иә. Мен де осы мәселені көп ойлаймын. Неге бізде мысалы қанша айтып жатады ғой, аботерапия дәлелденген аутизм ішінде. Бірақ ол тек асыл мираста ғана тегін. Оның өзіне адамдар мысалы жақында бір ана жазды, 2 жыл бойы кезегін күтіп отыр екен. 2 жылда бала нешеде болады мысалы. Мектепке баратын уақытқа жетіп қалады. Сондықтан да аботерапия мәселесі өте өзекті. Әрбір ол центрға болсын, мектепке болсын, тіпті балабақшадан қосылса, аботерапия жақсы болады. Мысалы сіз аба маманы ретінде осы мәселе туралы өз ойыңызды айтсаңыз. Меніңше, баланың негізі дамуына аботерапист, менің түсінігімде аботерапист ол бала мен ата-ананың арасындағы көпір. Аботерапист жалғыз өзі баланы ондай қатты бір результат беретін шығар, но бірақ та егер де ата-анасы бір включенный болса, сол процесске результат тезірек болады да. Сондықтан меніңше аботерапист осы курсын ата-ана біліп оқып алу керек деп ойлаймын. Өйткені өзімнің практикам бойынша да солай. Мен мысалы бір конечкадан екінші конечкаға баланы апарып жүрдім күнделікті. Сосын осы сабағына кіріп қарадым, не істеп жатыр деген сияқты. Қарасам, особо өзім педагог болғасын, өз түсініп тұрмын да, бұлар не істеп жатыр деген сияқты. Біз деген қаншама ақша төлеп жатырмыз соған. Біз 2 сағат бойы барып 45 минут жұмыс жасап қайтып келеміз, былай қарағанда. Сосын күн сайын барасың ғой абаға, күн сайын. Мен оданша 2 сағат жолға арнағанша, мен 2 сағат үйде отырып жұмыс жасайын деп сондай бір шешімге келдім. Өзім оқып алдым, сөйтіп үйде жұмыс жасай бастадым. Бұдан өте қатты результат көрдім. Почему? Потому что 24 сағат бойы біз үйде полностью тұрмысымыз аботерапия болып кетті. Бұл жерде уже үйде тұрған адамдардың өздері плюс включается осы процесске. Сондықтан аботерапияда 45 минут баланы бересіз да, ол деген далаға шыққаннан кейін ол бәрі ұмытып қалады. Ол деген үйге барып не өтті, соны қайттан закреплять ету керек. Например, ата-ана білмейді олар не өткенін да кейбір кездерде. Жаңағы обратный связь береміз, бірақ 5 минуттық обратный связь басқа бала очередь келіп тұрады да. Біз маман ретінде біз толықтай айта алмаймыз. Кейбір кездерде біз иногда ұмытып кетеміз кейбір нәрселерді. Сондықтан 100% мен келсемін, анасы особенно, да, например, аботерапияны үйреніп алып, жаңағы баласын анасы ғана қатты түсінеді ғой былай қарағанда, специалисттен көрі. И бұл жерде уже и руководящий контроль болады, уже күнделікті баланың қалай дамыған өзіңізді көресіз, результатты кәдімгідей өзгерісті көріп тұрасыз. Мысалы, мен деген сопровождение алам, үй жағдайында сопровождениеда мен келіп баламен жұмыс жасаймын. Оның бір жақсы жері ата-ана полностью включенный. Менің бір таң қалатыным, біз үшін енді элементарный нәрсе болғанымен ата-ана түсінбей жатады кейбір нәрселерді. Бұл жерде даже элементарный бір кішкентай ғана бір нені көрсеткенде ата-анасы таң қалады. Мысалы қандай істей ала ма деген сияқты ма? Сенбейді ғой баласына. Бұл уже коммуникация, жаңағы бала қандай дәрежеде болса да, қандай умственно отсталый бала болса да, әр адамға өзінің қажеттілігі керек. В любом случае, ол поощрение бар. Сол поощрениені ала тұра, баланы алдап тұрып, ойнап тұрып, соны шығарып алуға болады. Мысалы, элементарный даже бер деген сөзді бір барғаннан баланы үйретем, сол кезде ата-аналар таң қалады да, қалай деген сияқты. А на самом деле бала оны біледі. Просто ол білмейді қалай шығару керек, не үшін. Самое главное, не үшін. Последовательность бала түсінеді. Біз ойын арқылы, например, сен былай істесең, мен былай істеймін деген сияқты. Біз уже договариваемся, коммуникация орнайды да ол жерде. Сосын үй жағдайында бір жақсы жері, біз
баланы үйрете отырып мен ата-ананы да үйретемін. Получается, ата-ана уже білетін болады, бұл баламен қалай қарым-қатынас жасау керек, қай жерде қалай өзін ұстау керек, қалай не істеу керек. Даже менің бір таң қалатыным элементарный нәрсені ата-аналар білмей жатады. Например, обещать еткен нәрсені орындау деген сияқты. Если былай істесе, бала нервничать етеді деген сияқты. Сондай наоборот, андай жаман қылықтарды, мінез құлқын закреплять етіп алады да, байқамай. Сондықтан менің осы постоянно айтатыным, ата-ана аботерапияны оқып алу керек. Өйткені ерекше бала болғасын, сенің өмірің аботерапия болып кетеді. Мы хочешь не хочешь, біздің өміріміз, салтымыз өзі сондай болып кетті. Күнделікті біз оны байқамаймыз. Басқа жақтан келген мысалы адамдар сол кезде байқайды да. Бізде уже солай өзіміздің правиламыз бар үйде, мы этого уже не замечаем. Солай. Сол ата-ана өзі оқуға керек дейсіз ғой, өйткені 24 сағат бойы ана болады баланың қасында, ана көбінесе баласын түсінеді, ойын біледі, жаңағындай үйреткенде де күнделікті бақылап отырады, қандай нәтиже болып жатқан. Мен оны толықтай келісемін, әрине билік жағынан болсын, біздің ата-аналарды оқытып жатса, ол нұр үстіне нұр болады. Енді мен сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа Фариза ханым сіз айтып кеттіңіз, осы ерекше балаларға байланысты көптеген мәселелер қазір өзекті, инватакси болсын, инвалидностьтың жаңағындай алу болсын, көп уақыт жаңағы диспансерға барып, баланы жатқызып, оны күтіп, енді көп қой жұмыстары. Енді сіз мысалы қолыңызда билік болса өзіңізде, осы ерекше балаларға байланысты өзіңіз не өзгертер едіңіз, қандай өзгеріс енгізер едіңіз, мысалға қолыңызда билік бар деп елестетейікші. Аба-центр тегін ашатын ем. Тегін инвалидность бар. Енді жағдайлар барлар ол шетелге барып емдей алады ғой балаларын. Оларға сөз емес та, жағдайлар барларға. Ал тем более бір үйде екі бала ерекше болса, оның үстіне қымбат заманда тегін центр жасайтын ем, жаңа тегін аба-центр, ішінде жаңағыдай абасы бар, АФК-сы бар деген сияқты. Сосын қиындатпауға тырысатын ем, бұндай наоборот көмектесуге. Жаңағы инватаксимен мысалы біз 2 жыл жүріп жатырмыз ғой, мысалы нарушение жасағандар шығарып тастайды, мысалы. Енді ол өзіне байланысты ғой ата-ананың, бірақ қандай соны бюджетті жаңағы қысқарту жайлы болып жатыр да, қазір чаттарда жазып сөйтіп істеп жатыр. 18 жасқа дейін созды, бірақ 6 ай сайын қайтадан ВКК өтесің, қайтадан оны 1 ай 2 ай бұрын жазыласың психиатрға, сол моментте апарып үлгеру керексің жаңағы ВКК-ның қағазын. Содан кейін ата-аналарды жаңағы хотя бы бір ата-ананы ерте жаңағы пенсияға пенсияға 50 жаста болсын, сосын 18 жастан кейін жаңағы ата-ананың опекунға берілмейді деген сияқты. Ол қалай болады деймін да, 18 жастан кейін ол бәрі де сол диагнозбен қалады, баланың деңгейі сол деңгейде қалуы мүмкін ше, одан қатты қорқынышты болып кетпесе де. Содан кейін тағы не айтайын деп едім. Мен жаңағы ойым шашыраңқы болып тұр да. Диагнозды қою жайлы, больницаға жату, одан кейін біз жаңағы айттым ғой, атипичный қойды деп. Соны айтам деп ұмытып кеттім. Астанаға келгеннен кейін қайтадан әйтеуір аутизмға ауыстырды, детский аутизмға. Потому что видите, дәрігерлердің де ол несі шығар жаңағы қателігі болып тұр ғой сол кезде. Хотя біз жаттық больницада. Көзде Альнұр памперске етін әлде ше, памперсте жүретін. Сол үшін ғана деп сондай диагноз қойған екен да сол кезде. Центрлерге сол жаңағыдай тегін орталықтар, сосын ұлттық оңалту орталығы бізде біреу ғана. Біз мысалы 2020-да жатқан екенбіз, соңғы рет 2 рет жаттық. 5 жыл өтті одан бері. Әлі де орын жоқ, квотада тұрмыз очередьта. Енді білмеймін, сол директордың өзіне барам ба, екінші рет біз сөйтіп алғанбыз. 5 жыл бойы орын алып әлі келмеген, хотя біз поликлиникалар ауысты, бірақ соның өзінде де базада тұрады, бір база шығар мүмкін. 2 балаға бірден табыла бермейді дейді, жаңағыдай направлениемен квота ше. Сол үшін әлі де тұрмыз, тек қолымыздан келгенше сол жаңағыдай платныйға жеткенше, жаңағы ақшалар жеткенше өзіміздің қосқанымыз бар. Оңай емес, жаңағы велотректің өзі де мысалы 1 сағаты 45 минуты 10 000 теңге жеке үйрету. Одан кейін Альнұр 12 сабақта үйренді, сразу группаға ауыстырды. Қазірдің өзінде әлі де анда газды басуды,
тоқтауды, тормозды онша дұрыс түсіне қоймайды. Сондай орталықтар, сондай немесе жаңағы сондай орталық ашқан ата-аналар ашып отыр ғой, соларға көмек болса. Мысалы біз барып жүрген велотрек, мысалы ол жерде частный екен, мысалы қымбат та, арендасы қымбат екен. Сол үшін бізге де ол түбіне келгенде ата-анаға тоже қымбат болады ғой, жаңағы оқу ақысы. Сондай орталықтар енді үлкен орталық, бірақ біздің балалар ол жерге платно барады да, мысалы. Егер какой-то бір 30 балаға 40 балаға грант бөлінеді, ол үлгерген бала алып үлгерді, жаңағыдай не болады ғой, экзамен болады ол жақта. Енді сондай бір центрлерге болмаса соны ашып атқан, жаңағы өзіміз сияқты ана ашқан, оны да соларға мысалы қолдау болса мемлекеттен. Көп қой, енді айта берсек көп, өте көп. Тьютор мәселесі, мысалы бізде тьютор осы сентябрьден бері 4-ші тьютор ауысты. 4-ші тьютор деген ол тьютор болмаса келмей қойыңыздар деп айтады. Жалғыз өзі отыра алмайды, мысалы Аделя, мысалы класста одан бөлек 25 бала бар, мұғалім үлгермейді. Сосын тьюторларды оқыту жайлы, мысалы аба-терапия мектепте де болу керек, куратор болу керек, а бізде ол жоқ екен. Хотя бізде жаңа мектеп, комфорт школа, сояққа ауыстырдық. Енді жаңағы кабинет Си болады, КПИ болады деген сияқты ше, поддержка инклюзии дейді ғой. Балада поведение болғанда бөлек алып отырғызады, бөлек кабинетте. Сол үшін ғана ауысқан едік, бірақ бізде ешқандай куратор жоқ. Менде таныстарым бар, біз өзіміздің барып жүрген центрдің директоры, мысалы бір-екі мектептерде куратор, мысалы именно сол жаңағы әр балаға программа жазады, енді сіз білесіз қой. Сондай, ол да тоже қаражатқа келіп тіреледі. Мектеп болмаса жаңағы гаронома, солар төлеу керек шығар, мысалы. Тьюторлардың зарплатасы аз, оларға мотивация жоқ та, енді кім ерекше баламен өйтіп, мысалы 11-де алып қайтам мен, 12:30-да бітеді сабақ, мен бірақ 11-де алып қайтам Аделяны. Одан да кейде ерте алып қайтам, онда деген сияқты. 8-де апарып тастаймын, 7:45-те. Оларға да мотивация болмайды да, жаңағы специалистерге. Түбіне келгенде бала қиналады, ата-ана қиналады. Бәрі де сол қаражатқа байланысты ғой. Мен естідім, даже тьюторлардың айлығы стажына байланысты шығар, бір 93 мың теңге ма сондай. Ол күніне 2 бала алады, түстен кейін 1 бала, түске дейін мысалы Аделя барады. Өте аз ғой енді. Жас маман үшін ол өте аз, тем более Астанада бәрі қымбат. Сондай мәселелер бар, сол жағынан мемлекет қолдау көрсетсе осындай балаларға. Сол айтарымыз. Толықтай келсем, негізі айтып отқан мәселенің барлығы өзекті. Осының ішінде сіз мектеп жайлы, мысалға біздің балаларымыз, бәріміздің балалар мектептің жасында балалар ғой. Мысалы мен өз басым, мен де осы жаңағындай айтып жатқан бүкіл мен кездестім, аба-терапияға жаңа платный алып бардық, бүкіл ақылы түрде тегін орталықтарды күтеміз дегенше жылдап уақыт кетіп қалады. Қандай анализға болса апарсам да бүкіл бәрін ақылы. Осының ішінде уақыт өте келе, енді қазір мен ойлаған уақыт өте келе бәрі жеңілдей түсе ме деп. Керісінше қазір мысалы мектепке жасына келдік, мектептің мәселесі өте қиын екен. Мысалы әр кезде мінез құлқына байланысты үйге жібереді, үй жағдайын жіберсе ұстаздар келеді, бала отырмайды дейді, сілтенеді, 20 минут қана оқытып, 40 минут қана оқытып кетуі мүмкін. Хотя жаңағы қағаз жүзінде бала 3 сағат бойы отырып оқу керек мұғаліммен. Күнделікке қол қоямыз мысалы. Одан кейін үйде оқытқанның өзінде қайттан мектепке ауысу да өте қиын екен. Біз қазір сода жүрміз мысалы. Енді Альнұрда осы жақында август айында бір рет судорога болды, температураға берді осы жолы. Содан кейін енді 6 ай өту керек, одан кейін қайттан мектепке бару үшін мен ойлаған едім, осы сентябрьде апарам бала деп қайттан. Бірақ мектепті ауыстырғым келіп жатыр да енді осы жолы, себебі 3 мектеп қой Астана бойынша. Астана бойынша 3 қана мектеп арнайы мысалға. Ол жақта тіпті ұстаздардың да маған осы жақын дайректке жазды. Сіз аутизм туралы тақырыпты көп көтересіз, неге сіз мұғалімдердің, ұстаздардың мысалға ақысын айтпайсыз? Мен мысалға өз басым, жаңа жазған адам айтып жатыр да, өз басым мектепте жұмыс жасаймын дейді. Алатын ақым 150 мың ба сондай дейді. Мысалы біз ауыр баламен жұмыс жасаймыз күнделікті. Ол біз үшін мысалға ақы аз дейді. Мотивация жоқ қой олар үшін жұмыс. Сол үшін жаңағыдай частный мектептерге ауысады. Частный мектеп қанша бізде мозаика мысалы? 200-ден асады. 250 ма сонда аха. Оған еще жаңағы депозиті бар құяды. Мен мысалы жағдайым болса соған беретін едім да, Альнұр мен Адель екеуін де беретін едім да. Мен уже өзіме де мысалы оқымағанға мысалы жаңағы оның бәрі оқу ғой. Енді офлайн барып оқымасам онлайнды онша түсіне қоймайын ба деп сөйтіп ойлап жүрмін. Бірақ ойымда бар, сіз енді мотивация болды маған оқып алуға.
Енді сіз өзіңіз қалай, мысалға, қолыңызда билік болса, осы елімізде аутистикалық спектрі бар балаларға қандай жағдай жасар едіңіз? Диагностиканы жақсартар едім. ерте Ерте диагностика, иә. Мысалы, қазір қалай екенін білмеймін, шыны керек. Біздің кезімізде осы 15-16 жылы біз Германияға тапсырдық қанын. Қазір енді Олимпте тапсыруға болады. Бізге андай казин, глютенға аллергия барлығын не істеу үшін сол кезде біз Германияға тапсырдық. Ол кезде 380 мың болды, 50 мың за транспортировку деп. Өте қымбат болды сол кезде. Мысалы, қазір қалай екенін білмеймін, мысалы. Сосын сол кездегі байқағаным, специалистердің, жаңағы врачтардың ешқандай хабары болған жоқ аутизм туралы. Қазір енді көп шығар. Ол кезде болған жоқ. Мен кәдімгідей спорить етіп тұрып қойғызып алдым диагнозын. Түнімен ұйықтамай, іздеп, неге олай деп Израильге хабарласып. Израильге хабарласқанда сол кезде маған айтты, қазір 3-4 мың долларға келесің бір айға. Одан ешқандай результат болмайды. Қазақстаннан хабарласып тұрсаң, сенде осы столицаларында болу керек центр деп айтты маған. Ол кезде тугис жоқ, ештеңе жоқ, білмейсің. Сөйтіп іздеп, еш жерден таппадым. Тек қана газеттің фотосын тауып алдым. Сол жерде кішкентай әріптермен жазылып тұр екен номер. Соған хабарласып, сөйтіп ең бірінші центр ашылған екен, соған хабарласып келдік. Қазіргі уақытта центрлар әрине көп, бірақ соның өзінде мен таңғалдыратыным, ата-аналардың көп информациямен не владеют информацией. Себебі ашық ақпарат жоқ. Мысалы, поликлиникада да. Сосын садик кезінде, балабақшада меніңше сондай бір жақсы мамандар болу керек. Өйткені именно осындай 1 жас, 1,5 жас, 2 жасында соны байқап баламен жұмыс жасаса, оны шығарып алуға болады. Қазір енді өсіп кеткен балалармен жұмыс жасаймыз ғой енді біз. Егер де сол кезде жұмыс жасағанда жақсы результат болатын еді. Ондай аутизм балалар аз болатын беді сол кезде. Меніңше осы садик, әрбір садик, частный болсын, қандай болсын, жақсы специалистерді кәдімгідей дайындап, оқытып, дайындап, сөйтіп алдын алу үшін соны қарастыру керек сияқты негізі. Оқыту орталығының өзі бізде, мысалы, Москвадан келеді, жаңағы әрістің өзі. Қазақстанда бар ма оқытатын? Платный болсын. Терапевтер. Онлайн оқисыз одан, онлайн оқисыз. Жоқ, сол мемлекеттің өзінде, Қазақстанның өзінде де ондай мамандар аз ғой, оқытатын именно. Соны айтып отырмын, қарастырмаған. Барлығы частный порядке. Барлығы да жеке. Қаражатын болса ғана сондай бір. Өйткені ерте диагностика көп нәрсені шешеді. Мысалы, мен де сіз сияқты жаңағындай диагноз қойдыра алмаған балам 6 жастан асқаннан кейін қойдырдық қой. Мысалға, өзімді көріп тұрғанмен 3 жас 4 жасында қанша психиатрға барып айтқанмен баламда аутизм дегенмен жоқ. Жаңағындай мама вы ошибаетесь деп орыс психиатрларына апарасын, бәрін алып барасын. Өзім қате айтып тұрған сияқты өзімді қайтарып жүретін талай рет. Қорқытатын ғой, больницаға жатады. Менде мысалы сондай страх болды, сенде больницада жатады. Жаңа психиатр ол жерде енді үлкен балалармен де, мысалы, Альрин кішкентай болды, жаңа 2017-18-де жатқызған кезде. Ең кішкентай болып мен деген жылап, қайтпай отыратынмын ғой. Сосын үйде Аделяны ойлайтынмын да қайтатым. Папасы жұмысқа бару керек қой енді. Мен үйге қайту керекпін сағат 9-ға дейін. Сондай кез болған әйтеуір. Өте ауыр анау қазіргінің өзінде, мысалы, справкаға барудың өзінде баласы сезеді ғой. Менің тревож дейді. Хотя записпен жазылып барамыз, мысалы, өткенде бардық справканы алып кетуге. Соның өзінде де андай қоса қарап, әлде біз поликлиниканың өзінде де жаңағы ақпараттандыру, ерте диагностикалау деп жатырмыз ғой. Соған тоже мен поликлиниканың несіне де барғам жаңағы. Мен жаңағы главврач дейді ғой, сондайларына да барғам. Көшіп келген кездерде неге сіздерде ақпарат жоқ аутизм туралы. Мынандай стендтер, үлкен көшелерде, мысалы, үлкен билборд дей ма, не дейді, сондай жазып қойса, мысалы ше, номерлермен, асыл мирастың поликлиникаларда тұмау туралы соны жазылып тұрады ғой. Сондайларға мысалы ақпарат көп жетіспейді. Поликлиникаға ата-аналар көп барады, кішкентай бөпелермен барады мысалы, ай сайын барады ғой. Сол ақпарат ет мысалы.
автобустарда жаңағы роликтар, неше түрлі телевизордан роликтар, автобуста тұратын экрандар, босқа бір рекламаны не істеп, сондай жерлерге ақпарат көп керек біздің. Потому что көп ата-аналар андай жасыруы мүмкін баласын. Көбірек ол жасыра берген сайын жаңағы уақыт өте береді. Еркелік деп жүріп Мойындамайды жаңағыдай ше, ұялады деген сияқты. Басқа әлде бар ғой, инвалидностьқа шығарады, бірақ ешкім білмейді жаңағы. Өздері айтып қалады, енді ешкім білмейді, мен баламды жаңағы неге салмаңдар деген сияқты. Ол наоборот андай баласына андай кері әсер тие беретін сияқты, мне кажется. Енді көрген кезде айтамыз жаңада ақылымызды, мен көбінесе жаным ашып айтады ғой, бірақ кейде түсінбейтін ата-аналар да болады. Ондайларға енді үндемей қоя саласың. Сол ақпараттандыру сол жағы ғана, енді басқа не айтуға болады. Енді мен өз басым мысалы кішігірім 2016-тан бастап салады екем да Инстаграмға. Алинұрды бірінші суретіміз, Алинұр екеуміз суретіміз екен. Қараймын ғой, ол кезде енді бір андай танымал болып кетейін деген емес, өзім үшін жай бір күнделік ретінде ғана не істеймін. Көп жазады, маған да көп жазады. Қайда баруға болады, қанша тұрады, ауылды жерлерде көп. Сосын біз жаңағы Ташкенттің, Россиядан келген жаңағы емдерін алдық қой, докторлардың. Сол кезде жаңағыдай ауылдан келеді. Кері әсер болды. Қандай соны айтсаңыз? Кері әсер екінші курстан кейін болды Алинұрда. Соңғы күні 3 күн ба или 5 күн ба алатынбыз. Қазір есімде жоқ, 3 жыл өтті одан бері. Таңертең тұрған кезде, оянған кезде менің қасыма келетін да, иіскейтін әдеті бар. Мен иіскеп, құшақтап, сөйтіп жатады. Болмаса туалетке барады өзі. Ондай болған жоқ, жатты орында. Бір точкаға қадалып, сосын екі көзімнің қарашығы былай кете берді жанға қарай. Сосын мен атып тұрдым да, сол күні соңғы уколымызға бару керетін біз. Сол кезде уже судорог ұстаған екен. Біз оны вообще түсінген жоқпыз. Әкесі де атып тұрды. Біз мынандай жарыққа апара бергенбіз ғой, баланы көтеріп алып. Бала қисайып, аяқ қолы жаңағыдай тіріл. Біз вообще түсінігіміз жоқ қой, жаңағыдай ақпараттың жоқтығы ғой сол енді. Бір диагнозбен алысып жүрміз, ем алып жүрміз, жаңа ақшамызды жинап, тірнектеп бүйтіп барамыз, екі балаға енді 500 мыңдай кетеді ғой бір курсы. Қолын бөлек сатып аласың, жаңағы оның алдында өтесің тағы диагностикаларын, нелерін барлығын. Эголарын, оның бәрі мысалы тоже ақша. Сөйтіп балаға шақырамыз скорый жаңа бізге не деп айтады, инсульт деп айтады. Балада инсульт, тезірек жаңағы неміз жағып, сол кезде мен түсіндім жаңағы екеумізді мініп кетеміз. Одан бір апта бұрын ғана мен Әдияға аяғым ауыр екен білем. Жаңадай бет екі ойлы болып, жаңа қорқыныш қой бір жағы, балаңдан андай болып жатыр. Бірақ өзім үшін жаңағы баланы аман сау әкелем деп шештім, сөйтіп әкелдім ғой өмірге. Бірақ сол жыл андай 9 ай өткенше Алинұрдың да судорогасы көбейе берді деген сияқты ғой. Ай сайын болатын 1-2 минутқа. Былтыр 1,5 жыл болмады. Врачтарды ауыстырасың тоже. Ол әр врач түрлі препарат жазады. Больницаға апарасың, больницада жатады. Жаңа магнезия капать етіп 2-3 сағат, бала түсінбейді оны. Өте ауыр болды. Бір диагнозбен жаңағы не істеп жүргенде біз енді уже плюс эпилептолог іздей бастадық. Оның да жаңағы эгіні жай ғана 3 сағаттық түсіріп жүретінбіз ғой алдында. 8 сағаттық түсіретін болдық кейінге. Сосын біз Алматыдан таптық эпилептологты. Жылына 1 рет біз самолетпен туда-обратно, болмаса жаңағы пойызбен сөйтіп барып қайтамыз да. Жыл сайын жылына 1 рет, кейде 2 ретте шақырып қалады біз. Енді ол кезде онлайн өтуге тырысамыз. Осы жақтан эгісін түсіреміз де жібереміз. Консультацияны жаңағыдай онлайн WhatsApp-пен өтеміз. Аутизммен күресіп жүргенде эпилептолог қосылды, оған ПЭП қосылады. Ол ПЭПті жаңағыдай препараты ғой енді. Оны да ал өте қиын айтпақшы. Соны айта кетейін мен. Мен айтатын мәселем көп екен ғой. Өте қиын. Біз деген мысалы бір пачкасы бізге 2,5 аптаға жетеді, үшінде 3 штук болады. Күніне біз 250 дозада ішеміз. Ол деген жетпейді мысалы. Поликлиникадан әр поликлиникаға жібереді, поликлиникалардан іздейді, басқа поликлиникадан барып аламыз. Оны соцработник кейде әкеп береді, кейде өзім барам баламен. 2 баламен сол үшін барам, мысалы сабақтан қаламыз деген сияқты ғой сол үшін. Қаладан іздейді жаңа препаратты. Ал аптекаға барсаң, аптекада толып тұр рецептімен. Поликлиниканың өзінде жоқ мысалы. Сосын жаңағыдай единый бір номер бар, содан звондасақ, әлі Қазақстанға келген жоқ. Ол препарат жаңа неде тұр? Таможняда тұр, әлі келе жатыр деп айтады да. Қай елдікі еді, біз ұмытып қалдым қазір. Ламиктал ішеміз мысалы. Соған да мысалы тоқтағанымызға 2 жылдың көлемі болды. Оның алдын неше түрлі препарат іштік. Ол препарат жақпайды балаға. Енді эпилептолог басқа тағы
басқа бір екінші диагноз ғой, қосалқы диагноз ғой. Соның өзінде біраз процедураларды, мысалы енді 23-тен бері біз ешқандай процедура алмаймыз, тек қана жаңағы АБАға барамыз. АФК-ның өзі де бізге жаңағы бассейннің өзі де анда агрессивный түрде өтпеу керек та, бала жаңағы нырять етпеу керек деген сияқты. Сондай көп минустары, көп андай қалай айтсам болады, запреттер бар да эпилепсиямен. Содан кейін мектепке алуды тоже бізде тоже медсестрасы қайта хабарласып, психиатр отырады мектептің, препаратын беру керек, мысалы завтрактан кейін беру керек оны. Мысалы мен кейде барып өзім отыратынмын ше, беріп завтрактын ішкеннен кейін барып беретінмін да, сөйтіп үйге қайтатынмын. Сөйтіп жүрдім 1-ші класста мен. Кейін уже 2-ші класста күніне 5 рет ұстаған күндер болды да. Бала вообще одан кейін балада откат болады. Енді қазір көріп отырған ата-аналар біледі ғой. Ол сізде Ташкенттен кейін басталды ғой? Ташкенттен кейін, біз содан кейін тоқтаттық ол демді. Хотя Аделяға жақсы результаттар болса да, тоқтаттық. Оның алдында Россиядан келген врачтан бір курс алдық. Енді қалай айтсам болады, сол кезде мысалы енді эгісін түсіріп апарғанның өзінде, эпиактивность болған өзінде жаңа врач сен балаңа болмайды екен десе, мен баламды алып кететін едім ғой. Жоқ, болмайды деп салдыртпайтын едім ғой. Мысалы врач тыңдап қайтатын едік біз. Маған әлі күнге дейін өкініште бар. Өзіме тағы сау басыма сақина тіледі дейді ғой, сол сияқты. 2 диагнозбен қазір әлі де күресудеміз. Бірақ маған бір жаңағы 2-ші больницаның жаңағы заведующий айтты, сол эпилептолог екен, үлкен кісі, профессор. Ол кісі айтты, уақыт өте келе, подростковый уақытқа өткен кезде ол жаймен деп өзі жоқ болып кетуі мүмкін. Немесе ұлғаюы мүмкін деді ме? Ұлғаюы да мүмкін, бірақ мынау диагноз, енді эгісін оқып, жаңағы диагноздарын оқып, Алматыдағы заключенияларды оқып сөйтіп жатыр ғой. Мысалы біз енді психиатрмен де, сол эпилептолог, солармен жұмыс жасаймыз да. 2-3 диагнозбен. Ол емі бір бөлек, жаңағы коррекциясы бір бөлек, тренировкасы бір бөлек. Барлығын алып жүру өте ресурс, мамасы ресурсының болу керек, поддержка көп керек. Мысалы ата-аналар жағынан бастапқыда диагноз қойылған кезде ата-ана сынып қалуы мүмкін да. Бірақ менде ондай қатты болмапты ше. Қазір ойлап отырмын ғой, жаңағыдай депрессия деген қатты. Кейде болады енді бір үйден шықпай, 1-2 күн шықпай, жаңағыдай ойымды бөленші деп бір сериалдар көру. Соның өзінде жаңағыдай аутист балалар туралы сериал көретініміз ғой. Бірақ ойымды бөленші деп, бұл соңғы осы жарты жылдың көлемі шығар. Өзім сияқты ата-аналар жаңағы чат ашылды. Солармен жаңағы ай сайын бір андай отырыс дейді ғой, енді ата-аналар жиналып сурет салуға бардық, өткенде мысалы театрға бардық деген сияқты. Сондай енді мысалы Альнұр мен Адель уже 10-да үлкен ғой, үйге няня шақыртамыз кейде, сағатына төлеп, болмаса жаңа әпкем балалары бар, күйеуім бар, кейде апасы кейде келеді, сорға қалдырып, ата-ана ең бірінші ана ғой, енді көбінесе үйде ресурсы мықты болу керек, іштей сынып қалмау керек, сила воли болу керек, жаңағы стержені мықты болу керек. Потому что 2 бала саған қарап тұрады ғой, былайша айтқанда. Тұрып бір тамағын, шайын беру керексің, олар жаңағы дәрісін уақытылы беру керек, оны да уақыт ұмытпай, бір уақытта, күнделікті бір уақытта береміз ғой, пеппен жаңағы нейролептикте. Енді біз агрессия бізде пайда болды, өзін ұру, жаңағы прям мұрны қанап кеткенше ұрып тастау деген сияқты. Ол возраст үлкейген сайын бола ма білмеймін. Кейде бір тыныш балаларда болады негізі. Мысалы қызым тыныш менің, мысалы кейде болады енді поведение, оны бір нәрсе провоцировать етуі мүмкін ғой, мысалы жаңағы қалаған бермей қалған кезде болуы мүмкін. Жайдан жай болмайды, соның причинасын іздеймін да мен. Содан кейін жаңағы психиатрмен жұмыс жасап, бірақ намного лучше қазір енді жағдайы. Мен неге бұрына бермегенмін деген ой келді да. Оны да нейролептикті, оны да жаңағыдай қалай айтсам болады, ақырындап жаңағыдай таңдап сөйтіп беру керек. Жақсы психиатр болу керек оның өзінде де. Оның үстінде психиатрларында жаңағы қабылдау 40 000-нан басталады екен ғой. Біз әйтеуір онлайн өтіп сөйттік, жазда бастағанбыз. Қазір енді қайттан қарау керек. Диспансердің несіне психиатрға барған жоқсыздар, Бардық, барсақ бізде негізі қызық бізге ше, заң деген басқаша жұмыс жасайды ғой, ата-анаға қарсы жұмыс жасайды ғой. Санаторийді алып тастайды, болмаса инватаксиді алып тастайды дейді. Психотропный дәрі ішкен бала, ол деген болмайтын бала ғой, былайша айтқанда деген сияқты ше. Жаңағыда крест қойып тастағанда инватакси зачем оған деген сияқты. Сосын мен жоқ, оларға айтқан жоқпын. Просто былай сұрап көрдім, осындай респиридон, осындай дәрілерді берсек бола ма деймін.
болады весна байланысты деп. Мен солай сұрап алдым да, частныйға бардым. Потому что біз 3 жылдай болды, 3 жылдай болды біз жылына 2 рет, енді 2 балада да бар санаторийға не Алинұрда енді ремиссия өткеннен кейін ғана беріп тұр ғой бізге санаторийді. Ол жақта да мәселе бар. Ол жақта да доплата сіздерде бар ма мысалы? Бізге ипрда маған санаторий тіпті берген жоқ. Мен соны таңғалып отырғаным, аутист балаға бұрында бермейтін еді ғой, қазір кейін берілді ме? Беріледі, қазір беріледі аха. Оның өзінде біз алған кезде бізге берілген жоқ. Мен ИПР-ді өзгерттім. Өзгертуге болады аха. Мен өзгерттім. Қазір ВКК өтіп қой оның өзінде де жаңағыдай. Сосын мен айтам, ол жақта поведение болсашы, ол жақта жаңағыдай судорога болсашы деп 6 ай 7 ай өткеннен кейін ғана бардым, жаңағы судорогасынан кейін. Алинұрға айттым, ол жақта сіздер жоқсыздар, врачтар жоқ мысалы. Енді ақхалат көрсе қорқады мен 2 бала мысалы, специалисттер жоқ, бір апта бала демалады. Мен бір аптаға жаңағы бөліп барамыз. Өйткені 14 күн ол өте үлкен, болмаса 10 күнге. Наоборот, жақсы улучшение болатын сияқты. Мысалы, жыл сайын Балқашқа барамыз. Көл ғой енді ол жақта. Көлдің жағасы, балалар жүзеді. Болмағанда ата-ана жаңағы мамасы бір апта демалып қайтады жаңағы. Коррекциядан, күнделікті үйдегі өмірден, мысалы үйдегі тірліктен деген сияқты. Қалыпты бізде андай ғой. Сабаққа барасың, үйде тамақты істеп кетесің, жаңағы сау балаңды тасисың садикке азанда, мектепке апарасың, тренировкасы бар. Деп андай недегі колесиктағы белка сияқты жүгіре береміз ғой. Сондай өмірден шетелге жіберіп жатқан жоқсыздар ғой деймін да мен. Шетелге барып жатқан жоқпыз. Мысалы Алакөлге де жоқ екен. Ол жақта да мысалы доплата ата-анасына доплата бар мысалы. 90 мыңдай доплата бар. Онда мысалы платно қылып қойған. Өзіміздің. Содан кейін 18 жастан асқан балаларды, 12 жастан асқан балаларды кейбіреуде алады екен. Мысалы Астананың өзінде жоқ санаторий. Біздің балаларға арналған санаторий жоқ. Көбісі қош деп қарауы мүмкін, бірақ оның өзі бір көтерілетін мәселе сияқты, мне кажется. Көп жер қабылдамайды баланы. Қабылдайтын сол жаңа Балқаш, Алматы ғана қабылдады бізді. Мысалы Бурабайда толып тұр ғой санаторий. Каждый шагың санаторий. Солар мысалы қабылдамайды біздің балаларды именно. Білмеймін неге екен. Мысалы мемлекеттен жай ақша аз емес, мысалы бір балаға 100 мыңдай бөлінеді екен да. Ата-анаға 70% төлейді мемлекет, 30%-ін жаңағы ата-ана өзі төлейді. Қалған суммасын бөледі одан кейін деген сияқты ғой. Сол жағы мәселе, сол санаторий жайлы мәселе. Білмеймін, енді ол да бір андай, ол жақта мысалы массаж алады бала, Бурабайдың өзінде бір апта 10 күн, мысалы 10 күн дейікші, 10 күн жаңағы орманда жүруінің өзі мысалы таза ауа балаға, массаж алады, бассейні бар, неше түр бассейнде жаңағы суда не істейді жаңағы жаттығулары бар өздерінің. Бір апта бала, білмеймін, менде мысалы санаторийден келгенде балаларда прогресс болатын сияқты өзім байқаймын ғой, тынышталып қалған сияқты балалар. Өйткені жылына 2 рет барамыз, жыл сайын барамыз ғой. Ол да үлкен көмек қой негізі. Иә. Енді біздің уақытымыз аяқталып қапты. Өтерге үлкен рахмет, келіп, ойларыңызбен, пікірлеріңізбен осындай мәселені көтеріп айтқандарыңызға, өйткені әр ерекше ананың жүрегінде, ойында, көкейінде жүрген сұрақтар бар. Сондықтан да осы бүкіл айтылған ойларымыз барлығы биіктерге жетіп жатып, баламыз үшін шырылдап отырық қой былайша айтқанда. Өйткені балаларымыз өсіп келе жатыр, ол болашақтар алаңдатады, олардың өмірде қалай өз орындарын тапқандар бәрін уайымдаймыз, ойлаймыз. Сондықтан бұл мәселені көтеріп қозғалған дұрыс деп ойлаймын. Сізге рахмет үлкен. Сізге де рахмет, сәттілік. Құрметті көрермен, бүгін осымен біздің подкастымыз аяқталды. Лайк, пікірлеріңізді аямаңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.